Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге арайлым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет нәзік болып шығатын кәдіден, яғни кабачкидан жеңіл ас түрін ұсынамын. Видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отыруларыңызды сұраймын. Ең бірінші кәділеріміздің сыртқы қабығын аршып алатын боламыз. Пышақтың көмегімен немесе мен сияқты арнайы кескіштің көмегіне жүгінсеңіздер болады. Тазаланған кабачкиларымызды видеода көріп отырғандарыңыздай тең де екі бөлікке бөліп аламыз. Біз асымызды әзірлеу үшін бізге қайық тәрізді пішін жасауымыз қажет. Ол үшін қасықтың көмегімен біз кабачкиларымыздың ортасын тазалап аламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай өте жеңіл тазаланады. Барлық кабачкиларымызды тазалап алғаннан кейін біздің кабачкиларымыз уже дайын. Енді ортасына салмасын әзірлейтін боламыз. Салмасына жаңағы ортасынан шыққан жұмсақ мякотьін қолданамыз. Оны мен блендердің көмегімен езіп алатын боламын. Егер де сіздерде блендер болмайтын жағдай болса, онда ет тартқыштың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Кәділерімізді, яғни кабачкеміздің ортасын жаңағы езіп алғаннан кейін сырымызды үккіштен өткізетін боламын. Кез келген сырды пайдалансаңыздар болады. Және де өзіңізге ұнаған шөптерді, яғни укроп, петрушка, листья салата қоссаңыздар да болады. Мен укроп, петрушка және рукколаның жапырағын турап алдым. Алдын ала езіп алынған жаңағы кабачкиларымызды шұңғыл ыдысымызға саламыздағы үстіне үккіштен өткізілген сырымызды қосамыз. Толықтай қосамыздағы шөптерімізді қосып үстіне жақсылап араластырып аламыз. Барлығын араластырып алғаннан кейін кәдіміздің ортасына салатын боламыз. Дәл осы рецептпен мен сіздерге жасауға кеңес беремін. Дәмі өте нәзік болып келеді. Табамызды майлап аламыз. Салмамызды кәділеріміздің ортасына саламыз. Барлығын салып, пісіратын формамызға реттеп қойып аламыздағы. Үстіне зәйтүн ағашының жемісі маслиниді турап үстіне салатын боламыз. Өзіңізге ұнаған пішінде турасаңыздар болады. Мен екіге бөліп орналастырып шықтым. Және де үстіне зәйтүн майынан кішкене құйып алатын боламыз. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 1,5 сағат пісіріп аламыз. Әркімнің пешінің қызу деңгейі әртүрлі болғандықтан қарап отырыңыздар. Мінеки біздің асымыз пешке баруға дайын. Қазір пешке салып алатын боламын. Мінеки біздің асымыз пісті. Өте дәмді, өзіне тән ерекше нәзік дәмі бар. Видеоны менімен бірге соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар, ас болсын.